Қайырлы күн достар, сіздермен Келинка Эльмира. Бүгін араб халқының ерекше құймақтарын жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керекті ингредиенттер: жылы сүт, жылы су, ұн, сұйық май, қант, қопсытқыш және де ашытқы керек болады. Толық ингредиенттерді төменде описаниеге қалдырамыз, сол жақтан қарасаңыздар болады. Ең алдымен біз ыдысқа жылы суымызды құямыз, одан кейін үстіне жылы сүтті құямыз. Және де қантты саламыз, ашытқыны саламыз, барлығын жақсылап араластырамыз. Содан кейін електен өткізіп ұн саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Біркелкі масса болғанша. Қамырымыз дайын, 10-15 минутқа пакетке салып немесе мешокпен жауып қойып қоямыз. Дайын қамырымызды ашып, үстінен сұйық майымызды құйып, және де қопсытқышты салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Қамырымыз дайын болды. Табамызды алдынан ала қыздырып аламыз. Мен кішкене май жақтым, жақпауға да болады. Осылай 2 ас қасықтан құйып пісіріп бастаймыз. 1-2 минутта дайын болады. Тек бір бетін ғана пісіріп аламыз. Дайын болған құймақты қалай білеміз? Беттері тесік-тесік болып, осылай ұстап көрген кезде қолға жабыспайды, құрғақ болып шығады. Сол кезде пісті деген сөз. Дайын болған құймақтары осылай болады мінекей. Ешқандай да уайымдамаңыздар, бір беті піспей қалады деп, толықтай піседі барлығы. Дайын болған құймақтардың арасына мен творог пен сметана және де қантты араластырып салдым. Ал сіздер өз қалауларыңызбен салсаңыздар болады. Тәттімен немесе піскен фаршты салуға болады. Осылай барлық шеттерін қаттырақ басып, үшбұрышты формаға келтіреміз. Қаттырақ баспасаңыздар ашылып кетеді екен. Мұқият қарап, жабыстырып, асықпай басып алыңыздар. Қараңыздар, өте керемет және де дәмді, тез жасалатын құймақтарды жасап сіздер де үйдегілеріңізді қуантыңыздар. Лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар.